Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 93-ші сабақ, 39-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қызар жөнінде естімеген едік. Еремов, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді, деп сыбырлады. Күлуге болмайды. Өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласыз, дегенімше, ол саптан алға шығып, жолдас гвардия полковнигі, атқыш Әлия Молдағұловамын деп саңқ етті. Атқышпын дейсің бе? Я, атқышпын. Онда, атқыш Молдағұлова, ас үйге барып, картоп аршисың, дедім. Әлия, жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп аршу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім, деді. Ойпыр-ай, қандай адамсың өзің? Я, сондай адаммын. Кәне, винтовкаңды бері әкел. Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым. Бәрі мұнтаздай таза. Тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ВЛКСМ орталық комитетінен мерген Әлия Молдағұловаға деген жазуды көрдім де, сасып қалдым. Қызым, бар фашистерді жайрат, деуден басқа ештеңе айта алмадым. Әлиямен алғаш рет осылай кездестім. Дәуренов алғашқы қарлығаштар кітабынан. Енді балалар, мәтін мазмұнына байланысты тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Сені көшеде журналист тоқтатып, Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің, деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? 39-шы жаттығу бойынша балалар мәтін мазмұнына байланысты сұрақтар қояйық. Бірінші сұрақ: Әлия өзін қалай таныстырды? Келесі екінші сұрақ: Әлия майданға не үшін келгенін қалай түсіндірді? Үшінші сұрақ: Әлияның батылдығына таң қалған кейіпкер қандай сөз айтты? Келесі балалар, журналистер біздерге Әлия Молдағұлованың ерлігі жайында не білесің деген сұраққа біз былай жауап берер едік. Әлия Молдағұлова ұлы отан соғысында ерлік көрсеткен қазақтың мерген қызы. Ол көптеген жауды жойып, отанын қорғады. 1944 жылы шайқаста қаза тапты. Оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. 40-шы жаттығу: етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы. Олар қандай етістіктер екенін айт. Жіберме, шақырма, қазба, төзбе, теппе. Бұл етістіктер болымсыз етістіктер. Қырық бірінші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдің бе? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Досыңа арнап туған күніңе шақыру қағазын жаз. Үлгі: Назым, сізді наурыздың 17-сі күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар: осы үлгіні назарға аударып, балалар өзіміз шақыру қағазын жазып көрейік. 41-ші жаттығу: Фатима, мен сені 18-і күні сағат 15:00-де болатын туған күн кешіме шақырамын. Құрбың Іңкәр. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.